Қазақта подаграны тұз байлану деп атайды. Тұз байлану буын қабынуының немесе артрит ауруының ең көп тараған түрлерінің бірі. Оған әйелдерге қарағанда көбінесе орта жастағы ер азаматтар ұшырайды. Подагра ауруымен шамамен 1000-ның ішінен бір адам ауырады. Бұл аурумен еркек адамдар әйелдерге қарағанда 20 есе көп ауырады. Ауру әдетте ерлерде 40 жасынан кейін, әйелдерде етек-кір үзілісінен кейін дами бастайды екен. Сіздермен бірге дертке дау арнасы. Достар, біздің арнаны 76% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егерде сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Подагра грек тілінен аударғанда подагра аяқ үшін қақпан дегенде білдіреді. Организмде зат алмасу процесінің бұзылуынан, қанда несеп қышқылының артуымен, оның тұздарының буындарда дене мүшелерінің басқа тілдерінде жиналуынан пайда болатын созылмалы ауру. Яғни бұл кеселге шалдығуға тән несеп қышқылының, яғни мочевая кислота көбейіп кетуі себеп болады. Және бұл кеселге ұшырағандарда әдетте несеп қышқылы шамадан тыс түзіледі. Әрі бүйрек оны тәннен мардымсыз мөлшерде шығарады. Соның салдарынан несеп қышқылының қалдығы біріне бірі қосылады. Содан мөлшерден тыс көбейген несеп қышқылы буынға барып байланады. Ол онда түйіршік кристалл түрінде пайда болады. Сол өзі байланған буынды қабындыра бастайды. Алайда несеп қышқылы мен подагра сырқатының арасында тікелей байланыс жоқ. Тіпті кейде бұл науқасқа несеп қышқылы қалыпты деңгейдегі кісілерде ұшырайды. Негізі несеп қышқылының молайып кетуіне бүйрек қызметінің бұзылуы негізгі себеп болады. Сонымен қатар, бұған кейде дәрі-дәрмектің препараттардың қайсыбір түрлерін қабылдауда қозғау салады. Негізгі белгілері: дене мүшелерінің бір буыны немесе бір-екі буыны ісініп, қызарады. Зақымданған буын жанға батып ауыра бастайды. Осындай сырқатта күй бірнеше аптаға созылады. Мұндай жағдайда көбінесе подагра ұстамасы деп те атайды. Ұстама көбінесе түнгі мезгілде күшейеді. Буынның зақымданған тұсы ыстық болып қызынып, сипағанда алақанға білініп тұрады. Және мұндайда тұз байланған, тұстың сезімталдығы артып, науқас саусақ тигізгеннің өзін көтере алмайды. Бұл дертке негізінен бақайдың буыны шалдығады. Сонымен қатар алақанның, саусақтың, тізенің, тағы да басқа дене мүшелерінің буындары да ұшырауы әбден мүмкін. Қайсы бір жағдайда буынға қоса сіңірдің де қабынуы ықтимал. Подагра ұстамасы ұзақ уақыт бойы жиі қайталанып тұрса, буын елеулі түрде зақымға ұшырайды. Оны қозғалып, өз қызметін атқаруы қиындайды. Кейбір жағдайларда буын терісінің астында немесе құлақ қалқанының маңайында ақ түйнектер түзіледі. Бұл түйнектер несеп қышқылының жинақталып қалған кристалдары болып табылады. Подагра ұстамасы әдетте алкогольді ішімдіктерді пайдаланғанда және артық тамақ жегенде дамиды. Ауру аяқ астынан және интенсивті түрде буындардың қызарып, жануынан басталады. Екінші рет қайталанған ұстама кезінде саусақ қатты шаншып ауырады. Егер подаграны емдемесе, ұстама жиі қайталанып, уақыты ұзаққа созылады. Емдік шаралары: егерде жоғарыда айтылған осы белгілер байқалса, тез арада дәрігерге қаралу қажет. Ол кеселіңізді әртүрлі жолмен зерттеп, дертіңізге нақтама қояды. Дәрігерге неғұрлым уақыт өткізбей, уақытында қаралсаңыз, емде соғұрлым пайдалы болады. Ем дұрыс тағайындалған жағдайда подагра асқынуының беті 1-2 күннің ішінде қайтады. Сонымен қатар, бұл дертке шалдыққаныңыз анықталған бойда дәрігердің барлық белгіленген ем-домдық шараларын мұқият орындау қажет. Тұз байлану кеселіне шалдыққан кезде суды мол ішуге тиіссіз, әсіресе көк шай ішкен өте пайдалы. Мынадай тағам түрлерін тұтынуға болмайды. Құрамында пурины мол тағамдарды ішіп жеуден бас тартқан абзал.
Бұл әсіресе аурудың асқынуы кезеңінде айрықша маңызды. Пурины мол тағамдарға мыналар жатады: малдың жүрегі, бүйрегі, бауыры мен миы және басқа мүшелері, балықтың майлы түрлері, сонымен қатар тұздалған, қуырылған балық тағамдары, ащы және тұзды ірімшіктер, мал еті және малдың еті қосылған тағам түрлері, құстың, балықтың етінен және саңырауқұлақтан дайындалған сорпалар, қақталған ет тағамдары, жай бұршақ, үлкен бұршақ, сояу секілді бұршақ тұқымдас дәнді дақылдар, спиртті ішімдіктер, алкогольді ішімдіктерді ішу денедегі несеп қышқылын одан әрі көбейтеді және бүйректің оның сыртқа шығаруын қиындатады. Сақтану жолдары: подагра ұстамасы кезінде зақымданған, қызарып ісініп тұрған буындарға күтімді күшейтуге тиіссіз. Ондай жағдайда үстіңіздегі киім мен аяқтағы аяқ киімінің қажауын болдырмауыңыз қажет. Денеңіздегі салмағын үнемі қадағалап отыру керек. Алайда өз бетіңізше салмақ қуамын деп ешқандай шара қолданбаңыз. Сіз денсаулығыңызға қатысты не істесеңіз де дәрігердің бақылауында болуыңыз шарт. Салмақты шамадан тыс қою тұз байлану кеселін одан әрі асқындыра түседі. Пайдаланғыңыз келген дәрі-дәрмектің бәрін дәрігерге көрсетіңіз. Оны мақұлдауымен, ұсынуымен ғана қабылдаңыз. Дәрігер ғана сараптама жасау, денедегі несеп қышқылының мөлшерін анықтау, басқа да қосымша әртүрлі зерттеулер арқылы науқастың дертін нақты анықтай алады. Подагра ауруы ұзаққа созылған кезде буынға рентгендік зерттеу жасалады. Дәрігер асқынған подагра ауруына дәрі-дәрмектік ем тағайындайды. Сонымен қатар, науқасқа ол емдік, дәмдік шаралармен қозғалыс белсенділігін арттыратын дене жаттығуы жөнінен ұсыныстар, кеңестер береді. Дәрігердің қосымша зерттеулері арқылы таңдаған емдік тәсілдері қандағы несеп қышқылын азайтуға бағытталады. Бұл ретте подаграның асқынуы кезінде ем-домның денедегі несеп қышқылының мөлшерін кемітпейтінін есте ұстаған жөн. Есіңізде болсын, подагра жұқпалы да болуы мүмкін. Егерде оған туған-туысқанның бірі шалдыққан болса, ол адам қатер тобына жатады, яғни подаграның оларға да таралуы ғажап емес. Подаграны халықты жолмен емдеу құралдары: ғасырлар бойы емшілер үйде подагра ауруын емдеудің көптеген рецептерін жинақтады. Олардың кейбіреулері тарихта жоғалады, басқалары барлық жерде қолданады. Мен сізге мына дәлелденген халықтық емдеу әдістерімен таныстырамын. Сіз буындарыңызды сауықтыруға және аурудың ағымын жеңілдетуге көмектесетін нұсқаны таба аласыз деп үміттенеміз. Компрессор: бал және тұз бірдей мөлшерде араластырыңыз. Алынған қоспадан компрессті матаға біркелкі қабат жасалады. Содан кейін түнде ауырған буынға жағылады. Қара нан және айран: 1 стақан айран жарты литрлік ыдысқа құйылады. Қалған кеңістік қара бидай нанының үгіндісімен толтырылып, қасыққа сода қосылады. 5 сағаттан кейін инфузияны сүзіп, күндізгі ласондар мен түнгі компрессор жасаңыз. Жаңа піскен балықтар: салмағы 2 килограмм болатын балықты филеге бөліп, әр қабатын 10 бөлікке бөліп, пакеттерге жайып, мұздатқышқа жібереді. Ұйықтар алдында еріген балықтың бөлігі буынға жағылады, пленкамен жабылады, шүберекке оралып, таңға дейін қалдырылады. Белсендірілген көмір және зығыр тұқымдары: жарты стакан ұнтақ белсендірілген көмір таблеткасынан жасалады. Ол қасықпен зығыр тұқымымен қиыстырылады. Суда қолдана отырып, қоспада паста жасалады. Оны буынға жағып, су өткізбейтін шүберекпен жауып, бинтпен бекітеді. Ем болсын, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.